жазда өлтіріп көмген болуы мүмкін. Атыраудағы қанды оқиғаға қатысты тың ақпарат шықты. Атырауда орын алған отбасы трагедиясына қатысты белгілі журналист өз болжамын айтты. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. КТК телеарнасының Атырау облысындағы тілшісі Жанат Молдашева оқиға туралы жазба жариялады. Осы қылмыс барысында туыстарының наурызбен байланысты жазда үзілгені айтылды. Осыны ескерсек, оны жазда өлтіріп көмген болуы мүмкін. Кейін 5 қарашада Мейрамгүлді өздерімен бірге қалаға алып келді. Оны да қаныпезер айуандықпен өлтіріп, Наурыздың қасына көміп тастаған. Жауыздықтың шегі болмайды деген осы екен. Жүректен жүрек қалмады. Тас түскен жеріне ауыр. Мұханғалиевтер әулетімен бүкіл ел бірге қайғырып жатыр. Қаралы отбасының туыстарымен жүздескен сайын қандай жұбату сөз айтарыңды білмейсің. Трагедия ғой бұл. 8 қаңтар күні осы сарай маңында жедел топ іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатқанда бардық. Қылмыскер жауыздық әрекетін қайталап, осы айналаға көмдау табылып қалар деген сенімде болдық. Бірақ ол іздеу жұмыстары нәтиже бермеген еді, деді журналист. Қадірлі көрермендер, бұл оқиғаны естіген сайын адамның жүрегі ауырлап кететіні рас. Бір отбасының басына осындай қайғы түскені өте өкінішті жағдай. Қанша түрлі болжам айтылып жатса да, бәрібір мұндай трагедияны қабылдау өте қиын екен. Қаралы отбасының туыстарына тіпті ауыр шығар. Жақын адамынан айырылу ең үлкен қайғы. Мұндай кезде қандай сөз айтып жұбатарыңды да білмейді екенсің. Ең бастысы, осы істің ақ-қарасы толық анықталып, әділ шешім шықса екен. Қоғамда да сабыр сақтап, асығыс қорытынды жасамай, ресми тергеудің нәтижесін күткен дұрыс сияқты. Осындай ауыр жағдай енді ешбір отбасының басына түспесін деп тілейміз.